Сәлем достар, осылай керемет болып шығатын пирог жасаймыз. Ендеше менімен кірісіңіздер. Ауызда еритін керемет пирог. Дәл осылай 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз, қыздар. Ендігі кезек бізде қантымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше, қыздар. Ендігі кезек бізде үйдегі кез келген айранды қоссаңыздар болады. Дәл осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын қыздар бізге қопсытқыш немесе осылай чайный сода қажет болады бізге. Содадан мінекей бір ас қасық, қатты толтырған жоқпын. Дәл осылай жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз. Ендігі кезек бізде қыздар корица. Одан да көп қосқан жоқпын, жарты чайный ложка. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Корицаны салудың бір аса қатты қажеттілігі жоқ, қыздар, салмасаңыздар да болады. Мінекей ендігі кезек бізде бұл қаймақ, сметана 4 үлкен қасықпен осылай салып аламыз, қыздар. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап біріккен соң, қыздар, мен татымына қарай майонез қосқым келді. Оны қоспасаңыздар да болады. Бір ас қасық майонез қостым. Дәл осылай. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезек, қыздар, бізде мак. Осылай магымызды салып, керемет етіп, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезек бізде, қыздар, онды көз мөлшерімен салдым. Қазір байқасаңыздар. Дәл осындай онды салып, араластырып, осындай массаға келтіреміз, қыздар. Мінекей, қыздар, дайын болды. Енді табамызды кез келген табаға салсаңыздар болады. Менде осындай шыны таба, соған жақсылап салып алдым. Жан-жағын майлауды ұмытпаңыздар. 180 градуста, қыздар, дәл осыны күштілеп тұрып пісіріп аламыз. 25-20 минутта пісіп шығады. Бетін дәл осылай әсемдедім, қыздар. Бетін кез келген нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Қыздар, мен осылай шоколадты үгіттеп, үстіне кокос ұнтағын септім. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді, ауыздарыңызда еритін пирог болып шығады. Және менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді YouTube каналымда күтем. Өте керемет рецептер бар, кіріп қарасаңыздар болады. Сіздермен болған мен Надира.